Балам деді, ол сыбырлап, дауысы дірілдеп шықты. Сол бір кеште өмірдің барлық салмағы жалғыз иығыма түскендей еді. Адам өзінің тағдырын алдын ала біле алмайды екен. Менің атым Майра. Жасым 30-дан асқанда басымнан өткен оқиғаларды ойласам, әлі күнге дейін жүрегім сыздайды. Университетті жаңадан аяқтап, үлкен өмірге қадам басқан кезім еді. Жасым 20-дан асқанда алдымнан небір армандар мен үміттер ашылды. Сол кезде Жасланмен таныстым. Жаслан өз ісіне ұқыпты, байсалды, келешегінен үлкен үміт күттіретін азамат болатын. Оның маған деген ықыласы, қамқорлығы тез баурап алды. Екеуміз де жас едік, болашаққа деген жоспарымыз таудай болатын. Үлкен той өтіп, екі жақтың батасын алып, отау құрдық. Алғашқы жылдары өміріміз таптаза, мөлдір бұлақтай ақты. Үйімізде тек күлкі мен қуаныш үні естілетін. Жаслан жұмысынан шаршап келсе де, маған жылы сөзін аямайтын. Мен оның сүйікті жары болуға, шаңырағымыздың берекесін кіргізуге тырыстым. Бірақ бұл бақытты күндердің артында сұрапыл, дауыл күтіп тұрғанын ол кезде ешқайсымыз сезбедік. Уақыт шіркін тоқтамай өте берді. 2 жыл өтті, 3 жыл өтті. Үйімізде сәбидің үні шықпады. Басында бұған аса қатты мән бермеуге тырыстық. Екеуміз де жаспыз, бәрі де алда ой деп өзімізді жұбаттық. Бірақ туған туыстардың, ағайынның, көршілердің астыртын сөздері бірте-бірте шаңырағымызға көлеңке түсіре бастады. Жиын тойларға барғанда, жұрттың жанарынан айынышпен сұрауды көретінмін. Қашан сүйінші сұрайсыңдар деген қарапайым сұрақтың өзі жаныма біздей қадалатын. Мен іштей өзімді кінәлай бастадым. Күн сайын түнде Жаслан ұйықтаған соң, терезеге қарап отырып көз жасымды сығатынмын. Жалбарынып тілек тілейтінмін. Тек бір сәби берші деп Құдайдан сұрайтынмын. Бірақ үмітім күн сайын өшіп бара жатты. Лекин не казалось, бұл тек уақытшасына, нағыз соққы әлі алдымызда еді. Жасланның да мінезі бірте-бірте өзгере бастады. Бұрынғыдай ашық жарқын сөйлесуді қойды. Үйге келгенде үнсіз отыратынды шығарды. Екеуміздің арамызда көрінбейтін суық қабырға пайда болды. Ол қабырға күн өткен сайын қалыңдай берді. Шындықты білу үшін дәрігерге баруға бел байладық. Соңғы үмітімізде, соңғы күмәнімізде сол дәрігердің кабинетінде шешілуі тиіс еді. Кабинеттің есігін ашқанда жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты, дәрігердің суық кабинетіндегі үнсіздік жанымды жегідей жеді. Дәрігер қолындағы қағаздарға ұзақ қарап отырды да, ауыр күрсінді. Оның әрбір қимылы маған өлім жазасын күтіп тұрғандай әсер етті. Нәтиже дайын еді. Дәрігер басын көтеріп сөзін бастады. Өкінішке орай, Майра ханым, сіздің ана болу мүмкіндігіңіз тым төмен. Мүмкін емес деуге болады деді. Сол сәтте құлағыма басқа ештеңе естілмей қалды. Әлем төңкеріліп түскендей болды. Жүрегім тоқтап қалғандай, дем алуым қиындады. Жанымызда отырған Жасланға қарадым. Оның жүзі боз болып кеткен еді. Ол ештеңе демеді, бірақ оның үнсіздігі мың айғайдан да аса еді. Үйге қалай қайтқанымызды білмеймін. Жол бойы екеумізде бір ауыз сөз айтпадық. Тек көліктің терезесінен сырттағы қараңғылыққа қарап, өз сорымды іштей азалап бардым. Сол күннен бастап өміріміз тозаққа айналды. Майра шыда, бәрі де жақсы болады деуге де Жасланның күші жетпеді. Мен оның жүзінен үлкен өкінішпен өкпені көрдім. Ол бала сүйгісі келетін. Өзінің артынан із қалдырғысы келетін. Ал мен оған ол бақытты бере алмадым. Арадан 5 жыл өтті. 5 жыл бойы бір шаңырақтың астында бөтен адамдарша өмір сүрдік. Бір дастарханда отырсақ та айтар сөзіміз таусылған еді. Мен оған бөгет болғым келмеді. Оның жастық шағын, армандарын байлап ұстап отырғанымды түсіндім. Бір күні кешкісін Жаслан қарсыма отырды. Оның көзінен үлкен шаршауды көрдім. Майра, деді ол жаймен. Мен 5 жыл бойы саған мүмкіндік бердім. Жаныңда болдым, үмітімді үзбедім. Бірақ мені де түсінші. Мен де әке болғым келеді. Өз қанымнан жаралған баланы құшағыма алғым келеді. Бұлай өмір сүру екеумізге де азап. Оның сөздері менің жаныма пышақтай қадалды. Лекин не казалось, мен бұл сөздерді байғыда күткен едім. Дұрыс айтасың, Жаслан, дедім мен көз жасымды ішмей жұтып. Мен сені ұстамаймын. Сен өзіңнің бақытыңды табуға құқылысың. Сол түні екеуміз соңғы рет бірге қондық. Ал таңертең ол өз заттарын жинап, бұл үйден мәңгілікке кетіп қалды. 5 жылдық некеміз бірақ сәтте тым-тырыс аяқталды. Мен жалғыз қалдым. Кераған армандарым мен орындалмаған үміттермен жеке қалдым. Жаслан кеткен соң өмір сүрудің мәні қалмағандай еді. Жалғыз өзім үлкен пәтерде мең-зең болып жүрдім. Жұмысқа барамын, келемін. Түнде жалғыздықтан жылаймын. Жүрегімдегі жараның орны еш жазылатындай көрінбеді. Тағдыр маған бұдан артық қандай азап дайындауы мүмкін деп ойлайтынмын. Бірақ уақыт бәріне емші дейді ғой.
Bir жылдай уақыт өткенде, өзімді аздап қолға ала бастадым. Университеттегі сабақтарыма көбірек көңіл бөліп, студенттерге дәріс берумен басымды айналдырдым. Өзімді тек жұмысқа арнадым. Махаббат, отбасы деген ұғымдарды жүрегімнен мәңгілікке өшіріп тастаған едім. Сол кездерде жұмысқа жаңадан Қанат есімді азамат келді. Ол біздің кафедраға жаңадан орналасқан жас маман еді. Жасы 30-дың ішінде, байсалды, өте ұқыпты, сөзі аз, ісі көп адам екен. Ол менің өткенімді, басымнан өткен ауыр тағдырымды білмейтін. Басында біз тек әріптес ретінде сөйлесіп жүрдік. Бірақ Қанаттың маған деген ықыласы ерекше екенін байқай бастадым. Ол маған әрдайым көмектесуге дайын тұратын. Көңіл үйім түсіп тұрса, жылы сөзмен демеу болатын. Бірақ мен оны өзіме жақындатқым келмеді. Жүрегімдегі қорқыныш өте үлкен еді. Бірде кешкісін, жұмыс аяқталған соң Қанат мені үйге дейін шығарып салды. Майра, деді ол жолда бара жатып. Мен сізді біраз уақыттан бері бақылап жүрмін. Сіздің жүрегіңізде үлкен мұң бар. Мен ол мұңды сейілткім келеді. Сізбен бірге өмір сүргім келеді. Мен тоқтап қалдым. Қанат, дедім оған тура қарап. Менің өткенімді білмейсіз. Мен бала сүйе алмайтын әйелмін. Бұрынғы күйеуім де солай кетіп қалған. Менімен бірге болсаңыз, сіз де баласыз өтесіз. Бұл маған да, сізге де үлкен азап болады. Өтінемін, маған жақындамаңыз. Ол мені үнсіз тыңдады. Сосын маған жақындап, қолымнан ұстады. Лекин не казалось, оның жанарынан ешқандай қорқыныш байқалмады. Мен саған бала үшін үйленбеймін, Майра, деді ол нық дауыспен. Мен саған сенің өзің үшін үйленгім келеді. Құдай бала берсе, берер, бермесе, оны да бірге көтереміз. Өмір тек баладан тұрмайды ғой. Оның бұл сөздері менің мұздап қалған жүрегімді жібіткендей болды. Мен оған сенгім келді. Бірақ тағдырдың кезекті соққысы әлі алда еді. Қанаттың шын ниетіне, адал махаббатына сеніп, біз шаңырақ көтердік. Расменде, Қанат өз сөзінде тұрды. Ол маған ешқашан бала туралы сөз қозғап, жаныма жара салмайтын. Үйіміз қайтадан жылылыққа толды. Мен өзімді қайтадан бақытты әйел ретінде сезіне бастадым. Бірақ іштей үрей бәрібір мені босатпайтын. Қанаттың да әке болғысы келетінін білетінмін. Оның көшеде басқа біреудің балаларына сүйсіне қарайтынын байқағанда ішім өрттей жанатын. Мен қайтадан өзімді кінәлай бастадым. Bir жыл өтті. Біз бақытты өмір сүріп жаттық. Бірақ соңғы кездері Қанаттың денсаулығы сыр бере бастады. Ол жиі шаршайтын, жүзі бозарып жүретін. Мен оған дәрігерге барайық десем, жай сабақтан шаршаған шығармын деп күліп құтылатын. Ол өзінің дертін маған білдірткісі келмей жүрген екен. Bir күні Қанат жұмыста жүріп, есінен танып құлады. Оны жедел жәрдеммен ауруханаға алып кетті. Мен бұл хабарды естігенде, төбеме жай түскендей болды. Ауруханаға қалай жеткенімді білмеймін. Дәрігерлер оны ота жасау бөлмесіне алып кіріп кеткен екен. Мен коридорда жалғыз отырып, Құдайға жалбарындым. Неге маған мұндай ауыр тағдыр бердің? Неге мен сүйген адамдарымнан айырыла беремін? Деп еңіреп жыладым. Дәрігер ота бөлмесінен шыққанда, жүзі өте салмақты еді. Майра ханым, деді ол маған қарап. Жолдасыңыздың жағдайы өте ауыр. Оның жүрегінде үлкен зақым бар. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Бірақ бізге уақыт өте аз қалды. Сол сәтте мен есімнен танып қала жаздадым. Қанат, менің жалғыз тиянағым, менің соңғы үмітім. Неге бұлай? Неге Құдай мені соншалықты жазалайды? Кабинетке кіргенімде Қанат маған қарап әрең жымиды. Майра, деді ол әлсіз дауыспен. Жыламашы, мен өкінбеймін. Мен сенімен бірге болған бұл бір жылда өмірімнің ең бақытты шақтарын өткіздім. Лекин мне казалось, оның айта алмай жүрген ең үлкен сыры бар еді. Және ол сыр сол кеште ашылуы тиіс еді. Қанат қолымнан қысып ұстады. Майра, деді ол ентігіп. Мені тыңдашы. Менің саған айтар соңғы сөзім бар. Білесің бе, сен ешқашан кінәлі емессің. Сенің бала сүйе алмауың, бұл сенің дертің емес еді. Мен оған таңғала қарадым. Не айтып тұрсың, Қанат? Дәрігерлер байғыда айтқан ғой. Қанат көзін жұмып, терең дем алды. Мен сенімен отбасын құрмас бұрын, сенің бұрынғы күйеуің Жасланмен кездескенмін, деді ол. Сол сәтте төбемнен су құйып жібергендей болды. Жасланмен, сен оны қайдан танисың? Қанат сөзін жалғастырды. Мен сені ұнатып қалған соң, сенің өткеніңді білгім келді. Жасланмен жүзбе-жүз кездестім. Содан білгенім. Негізгі дерт сенде емес, Жасланның өзінде болған екен. Ол өзінің бедеу екенін байғыда ақ білген. Бірақ өзінің еркектік намысы тапталмасын деп, барлық күні саған аударып, сені кінәлі етіп көрсеткен. Дәрігерге де ақша беріп, жасанды қағаз жасатқан. Сол арқылы өзін таза ұстап, сені тастап кеткен. Мен сөз таба алмай қалдым. Танысым тарылып,
өпкеме ауа жетпей қалды. 5 жыл бойы мен өзімді мүгедек санап, түндер бойы өкініштен өксіп жылап шыққан едім. Ал негізгі шындық мүлде басқаша болған екен. Жаслан өз намысын ойлап, менің өмірімді талқандап кеткен екен. Қанат менің қолымды қаттырақ қысты. Майра, жыламашы. Мен мұны саған бұрын айта алар едім. Бірақ сенің өткен жараңды қайта тырнағым келмеді. Сенің денсаулығың таза. Сен ана бола аласың, Майра. Сенің жаратылысың сау. Осы сөздерді айтты да, Қанаттың қолы босап кетті. Монитордағы сызық түзу болып тартылып қалды. Дәрігерлер жүгіріп кірді, бірақ бәрі кеш еді. Қанат маған ең үлкен шындықта сыйлап, өзі мәңгілікке көз жұмды. Мен сол кеште екі түрлі сезімді қатар кештім. Бірі, Қанаттай асыл азаматтан айырылу азабы. Екіншісі, 5 жыл бойы көтеріп келген ауыр кінәдан арылу сезімі еді. Лекин не казалось, Қанаттың маған қалдырып кеткен ең үлкен сыйлығы бұл сөздер ғана емес еді. Арадан бірнеше апта өткенде, мен өзімнің аяғым ауыр екенін білдім. Бұл ғажайып еді. 9 жыл бойы бала армандағанмен, енді ішімде кішкентай шарананың жүрегі соғып тұрғанын сездім. Бұл Қанаттың маған қалдырған ең соңғы, ең қымбат аманаты еді. Ауруханада жүргенде көз жасым тоқтамады. Бірақ бұл жолы ол өкініштің емес, қуаныш пен Аллаға деген шексіз шүкіршіліктің жасы еді. Қанат өзі кетсе де, артында өзінің ұрпағын, өзінің белгісін қалдырып кетті. Арадан 9 ай өтті. Дүниеге сүйкімді қыз бала келді. Мен оның есімін Байен деп қойдым. Байен менің бақытым, менің өмірімнің жаңа парағы еді. Оның әрбір күлкісінен, әрбір жанарынан мен Қанаттың бейнесін көретінмін. Байен өсіп келе жатты. Мен оны жалғыз өзім, ешкімге жаутаңдатпай тәрбиеледім. Университеттегі жұмысымды да қатар алып жүрдім. Маған енді ешқандай еркектің көмегі керек емес еді. Менің өмірімнің мәні қызым Байен болды. Бір күн сабақтан қайтып келе жатқанымда, үйдің алдында бір адамның тұрғанын байқадым. Ол үсті басы жүдеу, жүзінде үлкен өкініш бар адам еді. Жақынырақ келгенде, бұл Жаслан екенін таныдым. Ол мені көріп ілгері басты. Майра, деді ол қарлыққан дауыспен. Мен тоқтап қалдым. Оған суық жанармен қарадым. Неге келдің? Дедім. Жаслан басын төмен түсірді. Майра, мені кешірші. Мен өте үлкен қателік жібердім. Сенен кеткен соң басқа әйелге үйлендім. Бірақ біздің де баламыз болмады. Дәрігерге тексерілгенде бәрі менде екені анықталды. Мен бедеу екенмін. Содан кейін ғана өз кінәмді түсіндім. Сені қалай қорлағанымды, саған қалай қиянат жасағанымды түсіндім. Содан бері бір күнде ұйқымда тыныштық болған жоқ. Мені кешірші, Майра. Мен оған қарап тұрдым да, іштей терең күрсіндім. Жаслан, дедім мен байсалды дауыспен. Мен сені байғыда кешіргем. Бірақ сенің жасаған қиянатыңды уақытта Құдай да ұмытпайды. Сен мені 5 жыл бойы тірідей көмдің. Ал мен енді анамын. Менің қызым бар. Жаслан таңғаламаған қарады. Қызың, сен ана болдың ба? Иә, дедім мен. Сен мені мүгедек деп ойлағанда, маған сенген, мені сүйген азамат маған осы бақытты сыйлап кетті. Ал енді жолымнан қайт. Жаслан ештеңе айта алмады. Ол басын сүйретіп, қараңғы көшеге сіңіп кете берді. Өмір шіркін қандай қызық. Кезінде мен өзімді әлемдегі ең бақытсыз әйел санайтынмын. Барлық есіктер жабылғандай, армандарымның бәрі кирегендей көрінетін. Бірақ тағдырдың әрбір сынағының артында үлкен бір қайыр бар екенін енді түсіндім. Қазір Байен бой жетіп қалды. Ол мектепте үздік оқиды, пысық, ақылды қыз болып өсіп келеді. Оның жүзінен әкесі Қанаттың парасаттылығын, мейірімін көремін. Мен оған әкесі туралы әрдайым айтып отырамын. Оның әкесі қандай асыл азамат болғанын, оны қалай жақсы көргенін мақтанышпен жеткіземін. Жасланның тағдыры өте аянышты аяқталғанын кейін естідім. Ол жалғыздықтан ішімдікке салынып, қаңғыбас өмір сүріп кетіпті. Біреуге ор қассаң, өзің түсесің деген осы екен ғой. Адам баласы өз кінәсі үшін бұл дүниеде де жауап береді. Осы хикаямды неге айтып отырмын? Өмірде қандай ауыр сынақ келсе де, ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Сөнсеңіздер де, қайта тұруға күш табыңыздар. Шын махаббат пен адалдық ешқашан далада қалмайды. Сондай-ақ жаныңыздағы адамға қиянат жасамаңыздар. Өтірікпен құрылған бақыт ешқашан ұзаққа бармайды. Қазір мен кешкісін қызым Байенді құшағыма алып, терезеге қараймын. Терезе сыртында жұлдыздар жымыңдайды. Маған сол жұлдыздардың арасынан Қанат бізге қарап, күлімсіреп тұрғандай әсер етеді. Мен бақыттымын. Өйткені менің артымда қалған ізім бар, менің аманатым, қызым Байен бар. Өмір деген осы. Сынағы мен қуанышы қатар жүретінлі толы ұлы жол.